қыздардың шашын тиіспей мүмкін барлығының шаштары өздерінің мысалы сары қызыл емес ше мүмкін енді өздерінің өңдерімен кішкене сондай қоян ба деп ойлағанмын. Бірақ енді қыздар жаңағы жастардың істеп жүрген дүниелері енді соны істегісі келіп тұр бұларды да натуральный красотаны шығарғым келеді да бүйтіп емес ше. Түсіретін тизерге лук дайындаймыз. Барлықтарыңызға сәлем. Біз қазір салонға келдік. Арина мен Айгерімді қойып жатыр. Біз Нако екеуміз күтіп отырмыз өзіміздің кезегімізді. Түсірілім алаңына шығып бара жатырмыз. Кішкене кешігудеміз, сондықтан мысалға Аринаның шашы әлі біткен жоқ. Сол жерге келгенде жасаймыз. Нана макияж жасамадым. Қазір көлікке қарай бара жатырмыз. Бәріне сәлем. Тек қана маған әлі макияж жасамады. Маған қыздарға макияж жасап қойды. Бір жағынан мен оған ризамын, себебі мен жеткенше мен макияжым еріп кетпейді десе. Маған шашым ұнайды өте демі. Бұл еще бұған андай білезіктер әртүрлі кигізеді ғой, одан да әдемірек болады. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Ти-ой. Бүгін бізде түсірілімнен влог. Мен өмірімде тек қана 5 рет машинаны жүргіздім, сондықтан мен кішкене қорқам. Бірақ қазір маған инструктаж берді. Қазір мен күшті машинаны жүргізем. Маған барлығы ұнайды. Аман қаламыз деп үміттенеміз. Мен оның машина айдағанын ешқашан көрмегенмін. Сондықтан Біз екі көлік осылай шуқ деп өту керек. Тез болу керек шығар, қалай ол? Начали!
Бүгін негізі осы тизердегі 30 секунд үшін біз өте ұзақ жұмыс істедік. Кешегі күннің таңынан, бүгінгі күннің таңына дейін. Міне қаншама үлкен команда, өте көп аппаратура, барлығы 30 секунд тизер үшін. Алда әлі клип бар, неше түрлі сахнадағы өнер көрсетулеріміз бар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.